Армысың алты алашым, қасиетті қазақ халқым. Асқар Бахадыр, бүгін 1 мамыр 2025 жыл. Алматы шаһары Магнум Бесағаш деген жердегі Дәу Магнумның дүкеніне келіп тұрмын. Бұл жерде не болып жатыр? Біздің байкотымызға осы жуырда 1 ай болып қалады. Белгіленген байкот қазақ халқының үні болатын. Мынау Магнум желісінің қазақ халқының тіліне тиісіп қастандық жасағаны. Мына жауап болатын. Енді сол жауап қалай орындалып жатыр? Қазақтар бар ма, жоқ па? Қазір көретін боламыз. Алға қазақтар, және де кішкентай қайғылы хабар. Біздің белсендіміз, қатарымызда жүрген Ануар Данияров деген азаматымыздан айырылып отырмыз. Міне, ана екі жалмауыз Тоқай мен Назарбай. Бір Алла білет Даниярымызды қайда жібергенін. 28 сәуірде мен осындай жайсыз хабар алдым. Астананың, Алматының белсенділерінен желтоқсаншы Майра Ғабдуллина. Ануар ұшты-күйлі жоқ болды деп. Қазір соның ізімен жүрмін мен. Арендаға алған джип 18-19 күні қайтарып берілген екен Астананың ДВД қызметкерлерімен, Алматының қызметкерлерімен бірге. Енді қазір соған баратын болам. Оның сұрауын салмасақ, бұл екі жалмауыз жалмап, Дулатымыз кетті, Дулаттың ұлы Жанболат кетті, Арун кетті, Жасарал Қуаншайлин кетті. Осылай сұраусыз кете беретін жағдай туындады. Айналайын қазақ халқы, қас батырларыңды осылайша екі жалмауызға жалматып қойып, сіздер ол жүрсіздер. 5 кредит, 5 намаз, 5 жұмыс деп. Міне, ұлтшылдарын ұлықтамаған халық, ұлтшылдарын сыйламаған халық, ұлтшылдарын қолдамаған халық құрдымға кетеді. Мен сіздерге, қаперлеріңізге соны айтамын. Сол Жолшыбай қазір сол СКК бизнес-центр деген Қабдолова 22 бұда табылады екен. Сол қызметкерлерін қазір осы Магнумнан кейін баратын болам. Қызметкерлерін шаңдарын қағатын болам. Қалайша сонда Ануар мысалға арендаға мәшинен алады екен, әжептәуір джипті. Оны ДВД-ның қызметкерлері тапсырады екен қайттан, ақшасын төлеп. Ануар ұшты-күйлі жоқ. Сондықтан да біз өте алаңдаулымыз. Құдайдың қалауымен бұл жайсыз жағдай, міне, қаралы боп бітпеуіне кім кепіл? Біз бұл ұры билікке, жауыз билікке сенімнен қалдық баяғыда. Сондықтан да міне қазір кіретін боламыз. Осы ашыл шым-шым. Міне хабардасайтын боламын сіздерді. Саламатсыздар ма? Міне Магнумның іші бір касса істеп тұр. Мынау Дәу Бесағаштағы Магнум екі касса жүйесі істеп тұр. Бұлар жай ғана емес, бұлар өзіміздің қасиетті қазақ халқының тіліне шабуыл жасаған желіс. Мына кассалардың бәрі қаңырап тұр екен. Міне, қазақ халқына сондықтан да ризашылығым шексіз. Тауар толып тұр, бірақ аз-маз адамдар бар екен ішінде. Содан кейін айналайын қазақ халқы, біздің арыстанымыз, бауырымыз Даниярды, Ануарды Данияров іздейтін боламыз. Өйткені біз іздеуші жоқ емес, біздің ол белсенді осы ел жер үшін, сіздер үшін шырылдап жүрген. Міне, сондықтан да біз оны жай қоймай бермейміз. Міне, ол уже бесендеден белгілі. Мынау
полицияның қылмысты әрекеттері міне. Кірген із бар, шыққан із жоқ сонда. Астананың Ген прокуратурасында. Жарайды. Оны енді кейін айта жасармыз. Саламатсыз ба, қарындас? Сіз осында жұмыс істейсіз ба? Мен Асқар Арғын Бахадыр, Ұлтжан Ашырым. Мына жерде Магнумда бір айға жуықта қалды. Осында орын алды, жұмыскер адамды қазақша сөйледім деп шығарып тастапты. Естідіңіз ба сондайды? Ол дұрыс емес қой. Қалай ойлайсыз? Сіз қанша істеп жүрсің мұнда? Жоқ, енді қазақтың қызысың ғой сенде. Өзіңнің пікіріңді айта алмайсың ба? Жұмыста қазақша сөйлеуге қысым жоқ па ешқандай? Мемлекеттік тілде 7 бапта көрсетілгендей. Қарындас? Жарайды. Ана қазақтардың көбісі сол ғой. Ана жұмысынан айырылып қалам ба деп, ана зәрелері ұшып, жаңағы қожайындарынан қорқып көбісі. Енді қожайындары мен анық білмеймін енді. Бір естігенім кәрістің азаматы деді. Ким деді ма? Енді ар жағында мен өз басым ойлаймын, осы Магнумның ар жағында Назарбаев тұр деп. Өз басым мен соған сенімдім. Иә. Саламатсыз ба? Магнум желісін тексеріп жүрмін. Мен Асқар Арғын Бахадыр, мен есімім. Бір айға жуықта қалды. Мен Қарағандыда 2 Магнумды жапқыздым. Өйткені қазақ тіліне шабуыл жасады. Сөйлеткізбей, кәдімгідей жұмыскерді шығарып тастапты. Сонда бізге заттарын жинады кет деген сөз ба? Қалай түсінемін бұл? Мына жерде қысым жоқ па? Соны мен біліп кетейін деп. Сіздерге келіп, қазақша сөйлейсіздер ма? Қысым жоқ па екен? Өйткені 7 бапта көрсетілген ғой. Қазақ тілі барлық жерде қолданылу керек деп. Солай ғой. Мысалға. Жақсы. Сізге сәттілік. Міне айналған қазақ халқы, қазақтың келіншегі тұр. Ешқандай қысым көрген жоқпыз дейді. Бірақ мен өз басым ойлаймын. Бұл Магнум желісі, қазақ халқынан түгел кешірім сұрау керек еді. Кәдімгідей міне. Бұлар жай ғана емес, бұлар біздің тілімізге, елімізге шабуыл жасады деп солай ұғынуға болады жаңағыны. Сондықтан да біз қазақ халқынан кешірім сұрамайынша, алдында Мұрат Шорманов деген досым осы бастаманы бастаған. Мысалға 10 миллион теңге өтемақы төленсін деп айтылған еді ана жігітке шығарып тастаған. Бірақ мен өз басым ойлаймын, ол жігіт енді сүмірейіп шықты ғой. Ойбай біз татуласып қалдық. Оның бәрі ойын ғой енді. Тоқай Назарбайдың сценарий бойынша. Ойбай біз салыстық бәрі жақсы деп. Біз оған әрине көнбейміз, қазақ халқы. Біз аяғына дейін барамыз. Өйткені қазақ мұндай қорлықты көрген жоқ әлі. Мынандай Ресей компаниясынан. Сонда қазақ тілімен сөйлеме. Мына жер сонда сайын даласында қазақтың. Сен заттардың жинада кет деген сөз. Оны солай түсіну керек. Міне, тауарды толтырып қойған, айналған қазақ халқы. Бірақ қазақтарым жоқ. Мен шынымды айтайын. Мен сіздерге өте ризамын. Міне. Қазір мына жігітпен сұрайтын боламыз. Міне. Азамат, салам алейкум. Сен Магнумның желісін қазақ тіліне қорлық жасаған естідің бе? Телефон сөйлесіп. Магнум, жәнегі. Білмей қалдың ба? Естідің ба? Біз қазақ халқы бармай қойдық қой. Қазақша сөйлеген үшін жігіт шығарып тастады. Телефон сөйлесіп отырмын. Жақсы. Жарайды,
пікірін тыңдадық, ана жігіттің. Естідім дейді, бірақ осында жүр. Осында жүр. Сондықтан да осындай сұмдық болып жатыр, осындай халық саясатқа араласпаймын деп, осындай сұмдыққа жеттік міне. Батырларыңды міне, белсенділеріңді жоғалтып жатырмыз міне. Қазір осы Магдумнан шығып, айналайын қазақ халқы. Сол Ануарды ізін іздейтін болам. Қалай ол кірген ізі бар, шыққан ізі жоқ. Мәшіне жоқ, ұшты күйлі. Машинені әкеп тастапты мына жерге. Сол ДВД-ның қызметкерлері ақшасын төлеп. Ол Астанаға жетуін жетіп, ақшасын төлей алмаған ғой деймін. Бірақ ДВД-ға мұны шақыртқан ген прокуратураға, содан ДВД-ға. Енді мәшинені қайтып берген, ақшасын бәрін төлеген, бірақ өзі жоқ. Соны біз талап ете білуіміз керек, айналайын қазақ халқы. Міне тауарларды міне көрдіңіздер, міне бәрін толтырып қойған, міне әшейін ақ. Міне бұлардың әлі мысы басылған жоқ деген сөз. Бұлар кешірім түгілі саудаларында тоқтатқан жоқ міне. Сондықтан да міне осындай сұмдық болып жатыр, осындай жағдай болып жатыр міне. Міне аз-маз қазақтарымыз жүр, білмеймін мен. Салам алейкум. Саламатсыз ба? Сіз осында істейсіз ба? Қазақсыздар ғой, Магдумға бойкот дейсіздіңіздер ме? Қазақ тіліне шабуыл жасаған Магдумға бойкот дейсіздіңіздер ме? Ағасы? Магдумға бойкот дейсіздіңіздер ме? Қазақ тіліне шабуыл жасаған. Бір жігіт шығарып тастады мына жерде жұмыс істеп жүрген. Сен қазақша сөйлеп қойдың. Жоқ, естіген жоқпын. СМИ-ға кірмеймін. Және де берейін. Айналайын қазақ халқы кейбір адамдар білмейді екен. Міне, мына кісі айтып жатыр, мен білген жоқпын дейді. Сондықтан да бізге көбірек ақпарат керек деген сөз, бізге көбірек міне саясатпен араласу керек деген сөз міне. Өстіп міне бүкіл тілімізден айырылып, осылай белсенді батырларымыздан айырылып, осылай жүре береміз бе? Міне, айналайын қазақ халқы. Өздеріңіз ойлаңыздаршы міне. Анау Америкада жаңа тағы қайталап өтемін. Кәдімгідей қара негрді ұрып өлтірген полицейді бәрін зерлетіп қойды міне. Анау Американың халқы. Қайсықастан шықтыр, ашастар ма? Қараңыздар, не деген үйімшіл халық, не деген өздерінің мынау ұлтын сүйетін халық. Сондықтан да сіздер ұлтшылдарыңызды, осы шырылдап жүрген азаматтарыңызды мысалға ұлықтамай, қолдау жасамай, әрқашанда осылай жалғаса береді міне. Аз-маз қазақтың адамдары жүр мына жерде. Саламатсыз ба? Қарындас? Міне, білмеймін енді олар анық. Қазақтар ма, мәңгүрттер ма, кейбіреулер үндемейді, көре сала қашады. Көрдіңіздер ме? Ал бірақ мен қазақ халқыма ризамын. Жалпы бойкотты ұстап тұрмыз. Мен өз басым ойлаймын, бойкотты жалғастыру керек. Қазір мен Ануарды іздейтін болам. Біздің қайтпас қайсар азаматымыз қаңтарда да жүрді оқтың астында. Міне. Сондықтан да тағы хабарласатын болам. Қоса саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Асқар Бақадыр. Ұлт жанашыры.